Сабақты бастамас бұрын сендерді шаттық шеңберіне шақырамын. Тұра қойыңыздар шаттық шеңберіне. Костя жақындап тұр. Алиса жақындап тұр. Балнұр. Равиль. Жақсы. Оқушылар бүгін сабақты бастамас бұрын жақсы көңіл күй тілеп, бір-бірімізге жақсы сөз айтайық. Жарай ма? Так, Костя, бүгінгі сабақта мен саған сәттілік тілеймін. Рахмет, Фарида Мангелдіқызы. Самира, мен саған бес оқуға тілеймін. Рахмет, Костя. Диана, мен саған әдемілік тілеймін. Рахмет, Мира. Вероника, мен саған денсаулық тілеймін. Рахмет, Балнура, мен саған ақылды тілеймін. Рахмет. Мен саған бізге оқу тілеймін. Лиза, мен саған жақсы тілеймін. Жақсы. Кирилл, мен саған Не тілейсің? не тілейсің? Не? Что? Что ты желаешь? Денсаулық. Жақсы күн, да? Так, жақсы. Кирилл. Рахмет. Денсаулық. Мен саған Көңіл күй, настроение, ребята. Бесті, пятерки. Тез, Кирилл, бол. Сәттілік тілеймін. мен саған сәттілік тілеймін, жақсы. Жақсы. Ардаш, мен саған денсаулық тілеймін. Рахмет, Лера, мен саған жақсы күн тілеймін. Молодец. Вера. Демек, мен саған Тез, Вера. Денсаулық, жақсы күн, бақыт тілеймін. Мен саған Бесті тілеймін. тілеймін, жақсы Оқы. рахмет. Алиша, мен саған денсаулық Тілеймін. рахмет. Фарида Мангелдина, мен Сізге. сізге жақсы күн тілеймін. Рахмет, оқушылар. Жақсы бір-бірімізге тілектерді айттық. Енді орнымызға отырып, сабағымызды жалғастырамыз. Рахмет. Отырыңыздар. Оқушылар, біз отырамыз. Өткен сабақты есімізге түсіреміз. Біздер өткен сабақтарда не туралы айттық? Мынау не? Мынау нелер? Тыныш, қолдарымызды көтеріп айтамыз. Мынау нелер? Ағаштар. Дұрыс. Қандай ағаштар? Жеміс ағаштары. Мыналардың барлығы жеміс ағаштары. Үйге қандай тапсырма берілді? Костя, қандай тапсырма берілді? Бірнеше сөйлем жазуға бір ағашты жазып. Бір ағаш туралы бірнеше сөйлем жазып келді. Жақсы. Мынау қандай ағаш, оқушылар? Алма ағашы. Кімде алма ағашы туралы сөйлемдері бар? Кім оқиды? Расул, оқы. Алма ағашының өмір сүру ұзақтығы 20 жыл. 20 жыл. Алмыт көбінесе үлкен ағаш кейде өзін бұзда болып өшеді. Жарайды, жақсы, рахмет. Еңсай, оқи ғой. Біздің аулада алма ағашы өсіп, ол көктемде әдемі гүлдейді. Күзде жеміс түрін жинаймыз. Жақсы. Лера. Алма немесе өрік сияқты жеміс ағаштары бар, олар жеміс береді. Молодец. Так, Кирилл. Алма ағашы сыйлық түтте немесе түтте қышқын жемістілі бал. Қызғылт
тұқымдасына жатаған жапырақты ағаштар мен бұлақтар тұқымдасы. Асыл тұқымды. Костя? Алма дәмді жейміз. Олар алма ағашқа өседі. Алманың түсі қызыл, сары және жасыл. Жарайсың. Так, Вероника? Дүниеде ағаштардың түрлері бар, бірақ мен жеміс ағаштарын жақсы көремін. Оларға мыналар жатады: алма, алмұрт, жиі, құрық ағаштарды. Жақсы, рахмет. Оқушылар, қараңдар. Міне, тақтада қандай ағаштар бар? Мынау қандай ағаш? Алма ағашы. Мынау қандай ағаш? Алмұрт ағашы. Мынау шие ағашы. Мынау алхоры ағаштары. Яғни ағаштар бізге не береді? Жеміс береді. Жақсы, оқушылар, жарайсыңдар. Жақсы жауап бердіңдер. Енді бүгін біздің әр қарай сабағымызда осы ағаштар туралы айтамыз. Тақтаға қараңыздар. Қалай ойлайсыңдар? Мынау қандай ағаш? Емен ағашы, дұрыс. Бұл емен ағашы. Яғни біздер бүгін оқушылар сабақта емен ағашы туралы айтамыз. Оқулықтарымызды ашамыз. Оқулықтарының 128-ші беті. Дәптерлерімізді ашып, бүгінгі күнді жазамыз. Наурыздың нешесі оқушылар бүгін? Наурыздың 3-ші. Наурыздың 3-ші. Сынып жұмысы. Оқушылар, жақсы. Дәптерлеріңді жазып болсаңдар, бүгінгі сабақтың тақырыбы емен ағашы. Емен қалай аударамыз? Ду. Дұрыс. Бүгін сабақта біздер емен ағашы туралы мәлімет білесіңдер сендер. Мәтін бойынша тапсырмаларды орындаймыз және сандарды дұрыс оқуға, жазуға үйренесіңдер. Сабақты әрі қарай бастамас бұрын бүгінгі мынандай сұрақтарға жауап берейікші. Оқушылар, қараңдар. Сендер қандай ағаш атауларын білесіңдер? Атаулары, название. Самира? Мен емен ағаш білемін, алмұрт ағаш білемін, алма ағашы, жарайды. Біздер жаңа сөздерді жаздық бұл өткен сабақта айттық. Костя, тағы қандай қосасың, қандай ағаштар туралы айттық өткен сабақтарда? алхоры ағаштар, үрік ағаштар, шалбары ағаштар. Бұлар жеміс беретін ағаштар. Тағы, ал басқа? Қайын, молодец, кім айтты? Инсарма қайын айтты. Және тағы қандай ағаш туралы айттық? Терек туралы айтты. Ағаштардың пайдасы бар ма? Қандай пайдасы бар? Қандай пайдасы бар, Инсар? Ол жеміс береді. Ағаштар жеміс береді. Самира? Ол иіс береді. Иіс береді, жақсы. Костя, тағы қандай пайдасы бар? Олардың діңгеден үшіргіш істейді. Так, жақсы. Мына біздердің оқулықтарымыз неден жасалған? Ағаштан жасалған. Барлық қағаздарымыз, дәптер, оқулықтарымыз ағаштан жасалған. Яғни осындай пайдасы бар. Көшеттерді қашан отырғызады? Қай мезгілде? Көктем мезгілінде, дұрыс. Көшеттер, это саженцы, да, ребят? Көшеттерді біздер көктемде отырғызамыз. Жақсы. Бүгінгі сабақтың жаңа сөздері. Сөздік дәптерлерімізді ашамыз. Жаңа сөздерді жазып алыңыздар. Жаңа сөздерді жазып алыңыздар. Жаңа сөздерді қайталап өтейік. Емен. Жаңғақ. Дың.
не? Мынау емен. Мынау не? Мынау не? Мынау дың. Мынау не? Мынау қабық. Мынау не? Мынау бұта. Ребята, еще слово бұта переводится как ветка. Бұта, ағаштың бұтасы, ветка дерева. Жарайды ма? Так, мәтінді оқимыз, мен сіздерге оқып шығамын, тыңдаймыз. Сосын осы мәтін бойынша тапсырмаларды орындаймыз. Рахмет. Алдарында жатыр, және мына тақтада да бұл тапсырма бар, мәтін бар. Мен оқып шығайын, сендер тыңдаңыздар. Осы мәтіндегі сан есімдерді қарап отырыңыздар, сандарды. Жарайды ма? Емен ағашы өте үлкен және биік. Биіктігі 40 метр. Діңінің жуандығы, яғни диаметрі 2 метрге дейін жетеді. Еменнің бұтағы жуан, қоңыр түсті, қалың қабықпен қапталған. Емен ағашының жапырағы ірі, ұзындығы 7-20 сантиметр. Дөңгелек, жасыл түсті. Сәуір-мамыр айында гүлдейді. Қыркүйек, қазан айларында жеміс береді. Жемісі жаңғақ. Еменнің жапырағы мен жаңғағы өте әдемі. Өз беттерінше тағы да бір рет оқып шығыңдар. Самостоятельное чтение. Түсініп оқып шығыңыздар. Қазір мәтінді оқып аударамыз. Нұрасыл, баста бірінші сөйлеу. Емен ағашы өте үлкен және биік. Аудара қой. Дуб дерево, он очень большой. Оно очень большое. И биік. Высокое. Жақсы. Кирилл, екінші сөйлем. Биіктес 40 метр денемен жуандығы 2 метр дейін жетеді. Высота 40 метров, а диаметр веток 2 метра. Дың. Не бұл дың дейді? Диаметр 42 метра. Да, доходит до 2 метров. Жақсы. Так, Лера. Емен бұтағы жуан, қоңыр түсті қолып қабықпен Қапталған. Ствол дуба очень толстый. Толстый. Қоңыр түсті. И черный. Черный разве? Қоңыр. Коричневого цвета. И покрыты чем? Қабық. Корой. Ствол дерева, ребята, покрыто корой. Жақсы, отыра қойыңыз. Емен ағашын жапырағы ірі, ұзындығы 7-20 сантиметр, дөңгелек жасы түсті. Дуб, ветки дуба. Жапырақ. Қазір бір-бірлеріңізге баға бересіңдер. Бағдаршам бойынша бағалайсыңдар. Бағалауды партаға қойыңдар, иә? Сұрақты оқимыз, сосын сол сұрақтар бойынша жауап береміз. Так, мынадай сұрақтар. Емен ағашы қандай? Емен ағашының бұталары қандай? Емен ағашының жапырағы қандай? Бұл ағаштың діңі, қабығы қандай? Ойланамыз, оқушылар. 1 минут ойланыңдар. Ойланамыз, сосын жауап береміз. Жауап берген оқушыға біз баға береміз. Бағаны бағдаршам бойынша көтеріп айтасыңдар. Жарайды ма? Жақсы. Бірінші сұрақты оқимыз. Так, Алишер. Емен ағашы қандай? Емен ағашы
өте үлкен және биік. Биік. Так, бағалаймыз. Алишердің жауабын бағалаймыз. Дұрыс па? Дұрыс. Жарайсың, Алишер. Мен де саған баға берейін. Так, екінші сұрақты оқимыз. Екінші сұрақты. Так, тағы кім? Тағы кім оқиды? Ну, Расул оқи ғой. Емен ағашының бұталары қандай? Еменнің бұтары жуан. Емен ағашының бұталары жуан. Жақсы. Бағалаймыз Нұрасылды. Дұрыс па? Бағалаймыз. Аха, жақсы, Нұрасыл. Үшінші сұрақты оқидлері. Емен ағашының жапырағы қандай? Емен ағашының жапырағы ірі ұзынды 7-20 сантиметр дөңгелек жасыл түсті. Яғни емен ағашының жапырағы дөңгелек, жасыл түсті және ұзын. Дұрыс па? Лераның жауабы. Бағалаймыз Лераны. Жақсы, керемет, жарайсың Лера. Так, төртінші сұрақ, Инсар. Төртінші сұрақ. Бұл ағаштың Діңі жуан, ал қабығы қоңыр түсті. Дұрыс па? Так, Костя, тағы айтатының бар ма? Еменнің діні өте қалың, 2 метрдей дөңгелек. Дұрыс. 2 метрге жетеді, мына жері диаметрі жуандығы. Так. Қоңыр түсті. Қоңыр түсті. Және бұл діні биіктеу болады. Өте керемет. Так, Инсарға баға береміз, оқушылар. Инсарды бағалаймыз жауабын. Аха. Так, Костяны бағалаймыз. Жақсы, жарайсыңдар оқушылар. Алдарында мәтін жатыр, сол мәтінге назар аударыңыздар. Жақсы. Сөйлемдер берілген, сөйлемдердің дұрыс немесе бұрыс екенін айтамыз. Бірінші ойланып алыңыздар. Тыныш. Так, Диана. Қатты оқимыз. Өте үлкен дұрыс. Дұрыс па? Так, Диананың жауабы дұрыс. Жарайсың, Диана. Так, екінші Балнұр. Емен қабығы жасыл түсі, ол бұрыс. Бұрыс. Дұрыс па? Так, Балнұр. Бағалаймыз. Балнұр. Жақсы, келесі. Рәбим. Еменнің жаңғағы жоқ бұрыс. Бұрыс. Еменнің жаңғағы жоқ, бұрыс. Дұрыс айтты ма, Рәбим? Бағалаймыз Рәбилді. Жақсы. Рәбил. Так, келесі. Кирилл. Емен ағашының бұтағы жуан, қоңыр түсті. Дұрыс. Дұрыс. Еменнің ағашының бұтағы жуан, қоңыр түсті. Дұрыс па? Дұрыс. Кириллді бағалаймыз. Кириллді бағалаймыз. Ұмытпаңдар бағалауды. Так, Даша. Емен ағашының жемісі жаңғақ. Бұрыс. Бұрыс дейді Даша. Так, Даша, ойланамыз. Это плодовый. Емен ағашының жемісі қандай? Не бұл?
пайдалы емес. Пайдалы емес. Тек кім қалай ойлайды? Жаңғақ пайдалы ма? Так, бұл дұрыс. Жаңғақ нелерге пайдалы? Нелерге пайдалы? Костя, нелерге пайдалы? Жаңғақ? Иә. Жаңғақ. Күне жақта, как это сказать, күне жақта жаңғақтан ұн жасайды адамдар. Жаңғақты орманда жаңғақты нелер жинайды? Енді қараймыз, келесі тапсырма. Мынау қандай ағаш? Емен. Мынау қандай ағаш? Қайын ағашы. Енді біздер қазір Вен диаграммасы бойынша білесіңдер ме Вен диаграммасы? Мына жерге емен ағашы туралы жазамыз. Мына жерге қайын туралы жазамыз. Ортасына екеуінің бір-бірлеріне ұқсастығын. Дәптерлерімізге жазамыз. Диаграммасын толтырсақ, қараңдар. Мына жерде емен ағашы туралы айтамыз. Мына жерде қайын ағашы туралы. Ортасында екеуінің бір-бірлеріне ұқсастығы. Кім оқиды? Кирилл, емен. Жаңғақ, жуан. Жаңғақ, үлкен. Жақсы толықтырамыз тағда. Лера, дополняем только. Жаңғақ, қабық, үлкен, жуан, Қайын, тошкен, тай, и то, что их Бүгінгі сабақта біздің білген тақырыптарымызды қандай біздер бүгін білім алдық, соны мына жерде сұрақтарға жауап береміз. Костя, ала ғой. Тез. Емен жеміс береді ме? Емен жеміс береді. Мына жерге қоямыз. Жақсы. Отыра ғой. Кирилл, келе ғой. Еменен діні қандай? Еменен діні жуан. Жуан. Жақсы ма? Аны жіпер. Келе ғой, бірасы. Қабықтың тұсы қандай? Қабықтың тұсы қоңыр. Қоңыр, жарайсың. Іле ғой. Жақсы. Самира, кел, тез, Самира. Қандай ағаш туралы айттық? Қандай ағаш туралы? Бүгін біз емен ағашты айттық. Жақсы ма? Іле ғой. Оқушылар, бүгінгі енді сабақты егер сендер түсінсеңдер, мына жерге өздеріңнің стикерлеріңді ілесіңдер. Егер сұрақтар болса, мына жерге ілесіңдер. Егер түсінбесеңдер, мына жерге ілесіңдер. Тыныш, жүгірмейміз оқушылар. Жақсы, түсінікті ме? Сабақ.